Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Алуа. Ең тәтті пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеом соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымызға қопсытқышымызды қосып, електен өткізетін боламыз. Және бөлме температурасындағы майымызды салып, жақсылап, осылай біріктіргенше араластыратын боламыз. Енді кезекте бір дана жұмыртқа қосып, біріктіріп, жақсылап илейтін боламыз. Қолға жабыспайтындай қамырымыз дайын болды. Енді 30 минутқа бетін жауып демалдыратын боламыз. Енді кезекте кепкен өрігімізді және кешмешімізді дәл осылай төртбұрыштап турап алатын боламыз. Немесе ет тартқыштан тартсаңыздар болады, қалауларыңызша. Енді кезекте бір шыны немесе жарты шыны сгущенка қоссаңыздар болады. Енді кезекте нанымыз дайын болған нанымызды жаятын боламыз. Дайын болған нанымызды формамызға салып, салмамызды салатын боламыз. Тегістеп жайып шығамыз, бәрін біркеліп етіп. Енді кезекте жұмыртқамыздың ақуызына 100 грамм қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап ағарғанша, көпіргенше араластыратын боламыз. Мінекей, дайын болды, бетіне тегіс қып жағып шығатын боламыз. Артылған қамырларыңызбен бетін әсемдесеңіздер болады, қалауларыңызша. Мен дәл осылай 2 пирог шығардым, екеуін 2 түрлі әсемдедім. Видео ұнаса лайк қойып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Алуа, келесі видеомда кездескенше.